Деп үшін құрманың пайдасы тіпті ерекше. Жүктілік кезінде ағзаны қуаттандырып, босануды жеңілдетуге сеп болады. Босанғаннан кейін әлсіреген денені тез қалпына келтіріп, ана сүтінің көбеюіне әсер етеді. Ал жас құрма терінің серпімділігін арттырып, оның табиғи сұлулығын сақтауға көмектеседі. Құрманы жаңа күйінде де, кептірілген түрде де жеуге болады. Кепкен құрма ұзақ сақталады әрі қоректік қасиетін жоғалтпайды. Күніне 3-5 тал құрма жеу ағзаға жеткілікті пайда келіп, денсаулықты қолдайды. Қысқасы, құрма табиғаттың адамға берген шынайы күш көзі. Қазіргі қарбалас өмірде ол ағзаны қорғайды, қуат береді, сергектік сыйлайды. Күн сайын аз мөлшерде құрма жеу өз денсаулығыңызға жасаған қарапайым, бірақ өте маңызды қамқорлық. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, видеоны қолдап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қоңырау белгісінде бассаңыз,